Evet. Так. Бүгін қарашаның 3-ші жұлдызы 2020 жыл. Композиция бір пәні. Бастайық онда, е? Бізде кім? Дарина әлі қосылған жоқ па? Қазір қосылып жататын шығар енді. Қалдарың қалай? Жақсы ағай. Так. Өткендегі ана менің отаным Қазақстан бойынша не дайындадыңдар ма эскиздар? Что-то сендер жібермедіңдер ғой жобаларыңды. Типа ойластырдық ағай. Қандай? Ағай, оны әркім бөлек істей ма? Ау? Әркім бөлек, мысалы, мен бөлек, Аружан бөлек. Иә. Солай ма? Иә. Плакат түрінде выставлять етеміз ғой, қоямыз ғой көрмеге. Яғни ол жерде белгілі бір ненің несі болу керек. Белгілі бір Қазақстанның символы. Иә, символдарын көрсетуге тырысу керекпіз да. Ол жерде. Так, сол бойынша біз жобамызды жасап жіберуіміз керек болатын. Сонымен, бар ма? Жоқ, просто не салам деп ойластырдым ғой. Экскизін жасаған. Қазір мен кісіге жасайын. Қазір. Так. Біз өткенде біз айттық заманауи бейнелеу өнері түрлері деп да. Дизайнды айттық, медиа дизайнды айттық, веб дизайнды айттық, жарнама туралы айтылды. Енді бейнелеу өнерінің батальдық жанрлар дейді, тұрмыстық жанрлар, тарихи жанрлар дейді. Енді принцип оның бәрін сендер білесіңдер да. Осыны біз дизайнда қолдана білуіміз керекпіз. Сол әртүрлі композицияларды өзіміздің алдағы уақытта неде қолдануымыз керек жұмысымызда. Сендер түсініктерің қандай еді мына? Мысал үшін батальдық жанр дейміз ғой, соғыс жанры. Қандай картиналар бар? Или мүсіндік композициялар ма бар ма сондай? Кімнің есінде? Батальдық жанр дейсіз? Бар ма? Естеріңде? Ондай картиналар көрген жоқсыңдар да? Соғыс жанрында жасалған? Көргем негізі, бірақ кімдікі бай есімде жоқ. Иә. Чтоб сондай не болмас үшін, біз сол бүгін қысқаша оны мен сендерге қазір айтып кетейін, қандай қазақстандық суретшілер бар екендігін. Осы батальдық жанрда, батальдық жанр дейміз, батальный жанр искусства. Яғни Қазақстанда көбінесе бізде ол кескіндеме жанрында жақсы дамыған композициялар өте, ол енді батальдық жанр деген өте күрделі композиция болып келеді. Сол жағынан алғанда өте ол жерде бір адаммен беру өте қиын. Сондықтан батальдық жанрда жоқ дегенде бір екі адам және одан да көп адамдардың қатысуымен жасалған композицияны айтуға болады. Иә, яғни бір-бірімен соғысып отқан, болмаса жоңғарлардың кезіндегі оқиғалар бейнеленген картиналар бар. Егер естеріңде болса, Ақтабаншы бұрымды деген композиция бар. Осы біз қазақстандық суретшілердің жазғандары. Сонан кейін бізде тұрмыстық жанр дейді, яғни бытовой жанр, да?
Ол жанрда бізде өте көп деп айтсақ болады, себебі жақсы дамыған Қазақстанда. Қандай суретшілер білесіңдер? Қандай дизайнерлер білесіңдер? Я болмаса жалпы осы бейнелеу өнері бойынша айналысатын шеберлер, тұрмыстық жанрда жұмыс жасайтын, шығармашылықпен айналысатын естеріңде бар ма? Тұрмыстық жанр дегенімізде. Дарина, привет, как дела? Как ты понимаешь, представляешь бытовой жанр искусства? Что это такое? Бытовой жанр. Может, это искусство из подручных средств? Например? То есть тұрмыстық жанр дегеніміз, яғни кәдімгі тұрмысты бейнелеу жанры. Иә? Кәдімгі осы мысал үшін бізде көбінесе тұрмыстық жанр деген кезде ауыл өмірінің тұрмысын көрсетуге тырысады. Я болмаса қалалық өмірдің тұрмысын көрсетуге тырысатын картиналар бар, композициялар бар. Ол енді живописке қатысты болады, мүсіндерге қатысты сондай композициялар көруге болады. Содан кейін дизайнда көбінесе ондай жұмыстарды біз интерьердерден көреміз көбінесе. Интерьердің жұмыстар. Так. Ал енді тарихи жанр дегеніміз, енді оны өздеріңіз білесіңдер, да? Тарихи жанр – исторический жанр. Она близко к этому получается, к батальному жанру. Почему? Потому что у всех народов история связана с войной, с батальным жанром. То есть она неразделима получается, да? Солай ғой. Бір-бірін ажырата алмайсың. Себебі кез келген халықтың өмір тарихында ол соғыссыз болмаған. Осы мысалы үшін қазіргі біздің өмір сүріп жатқан еліміздің жеріміздің өзін, мысалы біздің ата-бабаларымыз жаугершілік заманда қорғап қалмаса, бізде мына сіздерде болмас едіңіздер. Яғни бұл жанрды біз ары қарай дамытуымыз керек. Бұл жанрды біз ары қарай оқып білуіміз керек. Себебі біздің осы уақытқа дейінгі ата-бабаларымыздың сіңіріп кеткен еңбегін, ата-бабамыздың бізге қалдырып кеткен мол мұрасын біз түсініп, соны құрметтеуіміз керек. Енді бұл тарихи жанрда, мысал үшін айталық өте көп мысалдар келтіруге болады. Соның бірі мүсін жанрында, мүсін саласында, скульптурада көбінесе бізде портреттер бар, батырлардың, өздерің білесіңдер. Әр заманның батырлары бар, мемлекет және қоғам қайраткерлері бар. Кімдерді білесіңдер? Қандай ескерткіштер білесіңдер? Какие памятники вы знаете? Расскажите, пожалуйста. Дарина, ты, например, живешь сейчас в Атырауе, да, получается, да? Слышь? Дарин, слышно тебе, да? Аружан, сендерге естіліп тұр ма? Яға естіліп тұр. Ага. Сендер тұрып жатқан жерде қандай ескерткіштер бар? Батырлардың болсын, қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар болсын. Бар ма ондай ескерткіштер? Мысал үшін Алматыда ең бірінші біз айтатынымыз. Біз жақта Қабанбайдың ескерткіші бар бір жақта. Талдықорғанда ма? Үшаралда ма? Жоқ, Үшаралда. Үшаралда, да? Қабанбай батырдың ескерткіші бар. Яғни бұл біздің жаңа айтып отырған тарихи жанрға келеді, тарихи тұлға. Осы біздің еліміздің тарихында ойып тұрып орын алатын батырларымыздың бірі Дарабоз атанған, ол Қаракерей Қабанбай батырдың ескерткіші. Ол батырдың ескерткіші былайша айтқанда бүкіл Қазақстанның айталық барлық
қалаларында емес шығар енді, дегенмен де көптеген қалаларда Қабанбай батырдың ескерткіші бар. Сол сияқты Абылай хан, иә, мысалы үшін Алматыда бар ескерткіші, мен білетінім. Сонан кейін Көкшетау жақта бар, сонан солтүстік Қазақстанда бар дегендей. Сол сияқты Алматыда мысалы үшін көптеген ескерткіштер айтуға болады. Ол тарихи жанрға келетін. Ол Райымбек батырдың ескерткіші. Иә? Осы Райымбек даңғылы мен Пушкин көшесінің қиылысындағы бұрынғы саяхаттың жоғары жағында орналасқан. Сол сияқты біздің батырлардың ескерткіші осы Алматының шетінде де бар. Мысалы үшін Наурызбай батырдың ескерткіші бар дегендей. Сол сияқты Ақтөбе қаласында Ақтөбенің Әбілқайыр ханның ескерткіші бар дегендей. Сырым батыр бар. Астанада мысалы үшін Кенесары хандікі бар. Сол сияқты көптеген батырлардың ескерткіштерін айтуымызға болады. Тарихи жанр деген. Қорымдар олар жатады ма? Ау? Қорымдар бар ғой. Бұрын табылған археологиялық қазбаларға кезінде табылған қорымдар олар жатады ма ескерткіштерге? Жоқ, ол несі атауы басқа және оның бағыты басқа, нысандық бағыты басқа. То есть олар археология, өзің айтып отырғандай, археологиялық ескерткіштер жатады. Ал мына біздің айтып отырғанымыз бұл мәдени рухани ескерткіштер жатады. Түсінікті ғой, иә? Яғни бұл ескерткіштер бір жағынан алып қарағанда бұл өнердің түрі. Бұл жерде мысалы үшін композициялық шешімдер бар, композициялық құрылым бар. Мысалы үшін әр осы Қазақстанда жасалған, айталық бір батырдың ескерткішін алатын болсақ, ол батырды әр өнер адамы, әр мүсінші әртүрлі жасауы мүмкін, ол мына міндетті түрде дизайнермен бірлесіп отырып, сәулетшімен бірлесіп отырып, оның астындағы тұғыртас дейміз, постаментімен үстіндегі қоладан құйылуы мүмкін, я болмаса тастан жасалуы мүмкін. Ол композиция ең бірінші автордың идеясына байланысты. Көрдің ба? Ол композициялық құрылымда шешімі не болады? Бір қараған кезде адам оның батыр екендігін түсіну керек. Да? Любой человек, если со стороны смотреть, он должен сразу, это такой батыр. Потом он уже потихоньку изучает. Батыр с какого времени он относится, например. Қай уақыттағы батыр екендігін білу үшін. Сондықтан біз олардың Сосын Жамбыл ескерткіші бар ғой Алматыда? Ол портреттік ескерткіштер, олар бір бөлек. Батыр бөлек. Біз қазір айтып отырғанымыз, мына жаңағы соғыс жанры деп айтып отырмыз ғой, батальдық жанр деп. Соның бір детальдары ретінде айтып отырмын да. Егер тарихи жанр десек, қазір енді Жамбыл атамыздың өзі жоқ болғаннан кейін, бұл сол кісі өмір сүрген кеңес заманын айтсақ, қазір біздің тәуелсіздік еліміздің уақыты, қазір тәуелсіз заман. Яғни бұл тарихқа арналды. Яғни бұл да тарихи жанрдың бір деталіне айналды десек болады. Яғни бүгінгі таңда біз өзің айтып отырғандай Жамбылдың ескерткішінде сол сияқты бұрын дүниеге келген туындыларды біз тарихи жанрға жатқызып солай қабылдадық, біз одан қателеспейміз. Қайрат Рысқұлбековтың желтоқсаншылардың ескерткіштері тоже жатады ма? Соғыс жанрына? Жоқ, соғыс жанрына жатпайды. Себебі ол жерде ондай көрініс жоқ қой. Егер ол мысалы үшін композицияда прямо жаңағы бір-бірімен айқасып жатқан адамдардың несі бейнеленген болса, оны біз айтуға болар еді. Ал енді жалпы мысалы үшін Қарағандыда, егер қателеспесем, Нұркен Әбдіровтың ескерткіші бар. Нұркен Әбдіров деген кім, білесіздер ме? Жоқ, танымаймын. Нұркен Әбдіров дегеніміз, біз екі мәрте ол кісі соғыс несі Ұлы Отан соғысына қатысқан ұшқыш атақты. Сол кісінің композициясы бар, өте жақсы жасалған. Олай қарасаң енді төмен қарай құлдилап ұшып келе жатқан
ракетаның үстінде отырған сияқты бір композицияны жасаған. Мүсіндік композиция қарап көрсеңдер, өте мықты жасалған. Вот ол жерге қарасаңдар, действительно сол заманның духын сезінуге болады, рухын сезінуге болады. Вот ондай композициялар өте аз, себебі өкінішке орай қазіргі кезде көп біздің мүсіншілер болсын, жалпы кескіндемешілер болсын, көп ойланбайды, асығыс жасауға тырысады. Ол меніңше дұрыс емес. Белгілі бір композицияны жасау үшін белгілі бір ескерткіш болсын, картина болсын, болмаса басқа да бір айталық сәулеттік кешен болсын, оны жасау үшін оны жасайтын автор көбірек іздену керек, көбірек ойлану керек. Сонда әдемі қайталанбас туындылар шығады. Сосын 28 панфиловшылар деген. Алматыдағы 28 панфиловшылар паркі. Соның негізгі өзегі жаңа өзің айтып отырған ескерткіш. Яғни бүкіл жан жақтан келетін жолдың барлығы бүкіл парктың соған көп тіреледі. Яғни оның алдында мәңгілік алауы бар, ол мәңгілік алауға. Мәңгілік алауға келеді, тіреледі. Ол жерде қарап тұрсаңдар, прям сол соғыс кезіндегі бір эпизод бейнеленген. Яғни бәрі алдыға қарай ұмтылып, бәрі ура ура деп тұрған сияқты, бір алыстан қарап тұрсаң, шынымен де бір ерекше жігерленіп кетесің. Ол жерде қарап тұрсаң, адамға бір одан кейін даңқ мемориалы бар ғой, недегі 28 панфиловшылар саябағындағы. Не бар дейсің, даңқ мемориалы? Иә. Біз соны айтып отырмыз ғанда. Дұрыс естілмей жатыр ғой, интернет нашар болып тұр ма? Естілмей қалды. Сендер естеріңе түсіріп көріңдерші, бүгін естеріңе түсіріп көріңдер, өздерінің қалаларында, өздерінің тұрып жатқан жерде қандай ескерткіштер бар. Сосын қазір андай шығып жатыр ғой. Үйлердің керегелеріне суреттер салып. Ол мүсіннің бір жанры деп айтсақ болады. Ол стилі жасалынатын ол горелиф. Яғни қабырғадан сәл ғана шығыңқы болады. Бедерленіп шығып тұрады да, соны горелиф дейді, барелиф дейді. Яғни сонымен сондай тәсілде жасалған мүсіндік композициялар. Ондайлар да қазір көп, соңғы кезде дамып жатыр. Үйдің қабырғаларына болсын. Содан кейін мына дизайнда қазір көп оны қолданылатын болды. Үйдің мына колонналар дейміз, капительдер дейміз, галтельдер дейміз, соның бәрін қазір неше түрлі өрнектермен, аңқұстардың бейнесімен жасап, яғни бұрынғы дәстүрлі бейнелеу өнерін қазіргі заманауи бейнелеу өнерімен байланыстырып жасап жатқан қазір ондай көп композициялар бар. Жаңа өзден айтып отырғандай. Кейбір үйлерді қарасаң, 2 қабатты, 3 қабатты үйлердің мысал үшін баспалдақтары бар. Баспалдақтар бар, сол баспалдақтың ұстайтын кіреберіс бар. Сол жерге мысал үшін аттың басын жасақ қояды, болмаса арыстанның басын жасақ қояды. Енді әркім әртүрлі. Ол енді жаңағы біз айтып кеткендей, ол тұрмыстық жанрға жатқызуға болады, соның бір элементтері деуге болады. Онан кейін тағы да бұл жанр туралы айтатын болсақ, мысал үшін көптеген картиналар бар, біздің атақты, мысал үшін өткенде өздерің айттыңдар, Абайдың картинасы дедіңдер, Онан кейін тағы да біздің қазақстандық суретшілердің қазақтың тұрмыс салтын көрсететін картиналар бар. Айша Қалбымаеваның өткенде айтқан, мысалы үшін Дастархан деген композициясы. Ол қай жанрға жатады екен? Ол натюрморт болғанымен, ол тұрмыстық жанрға жатқызуға болады, яғни бір халықтың тұрмыс салтын көрсететін туынды деп айтуға болады. Онан кейін тұрмыстық жанр айттық. Енді тарихи жанр дегенде жаңа айтып кеттік, өздерің айтқандай.
әр кезеңнің ескерткіштері бар. Әр кезеңнен қалған туындылар бар. Айталық, жаңа өздерің айтып отқан қорған деп. Сол қорғаннан табылған, мысалы үшін алтын адам бейнелері, бүгінгі таңда Қазақстанда қазір қанша болды? Бір 6 болды ма, 7 болды ма табылған? Соншалықты алтын адам табылды. Соның бірі және ең атақтысы ол 1970 жылдары табылған Алматы жанындағы Есік қаласының маңынан табылған Есік қорғандарынан. Ол алтын адам, сақ заманының бізге жеткен ең бір керемет көрінісі және дәлелі деп айтсақ болады. Яғни біздің ата бабаларымыздың сол кезден бері келе жатқан салт дәстүрін, өнерінің деңгейін көрсететін өте керемет туынды деп айтармыз. Және соны біздің мемлекетіміз оны бағалап, біздің тәуелсіздік ең алғашқы тәуелсіздік монументінің символы, тәуелсіздігіміздің символы ретінде тәуелсіздік монументінің үстіне осы алтын адамды қойды. Ол Алматыда республика алаңы дейміз. Енді келешекте тәуелсіздік алаңы деп аталатын шығар енді ол. Сол алаңға қойды. Естеріңізде болса, оны жасаған мүсіншісі Әділет Жұмабай деген суретші, мүсінші, оны жанындағы сәулетші архитекторымыз ол Шотаман Ыдырысұлы Уәлиханов деген ағаларымыз. Так, онан кейін бұл тарихи жаңағыдай алтын адамдар біздің елімізде Шығыс Қазақстаннан табылды, Батыс Қазақстаннан табылды. Ондай көп. Бүгінге дейін алтын адамның төрт-ақ түрі табылды емес па? Бізде ма? Қазақстанда. Жоқ, Қазақстанда өткен жылдың өзінде табылды, биылғы жылы табылды. Соның бәрін салыстырғанда қазір 7 болды. 7 алтын адам болды. Мысалы, Шығыс Қазақстанның өзінен 3 табылды. Ақтөбе жақтан табылды, батыстан табылды. Сол 2019-да ма Батыс Қазақстанда табылды деп естігем. Неде? Қай жерде? Қазір айтам. В общем, Батыс Қазақстанда 4-ші адам табылған деп айтып жатқан. Жоқ, 4 емес, 2018-де 5 болған. 2018-де 5 болған. Былтыр біреу табылды, биыл біреу табылды. Сонда 6-7 болды сонда қазір. Мысалы үшін Үржарда табылған ол 18-дің соңында табылды, 19-да оны реставрация жасап бітті. Қазір оны көбінесе біздің елімізде табылған алтын адамдарды реставрация дейміз, жаңғыртушы мамандар жұмыс жасап, оны қазіргі біздің көруге, көрермендер көруге ыңғайлы болу үшін оны реставрация жасап, біздің музейлерге, көрме залдарына қойып жатыр. Оның мықты мамандарымыз бар, солардың біреуі біздегі ол Қырым Алтынбеков деген кісі. Өзі суретші, өзі дизайнер, өзі реставратор. Сол кісі, мысалы үшін Шығыс Қазақстан мен өзім білетінім, 5-шісі алтын адамымыз, ол біздің Үржар ханшайымы деп аталды композициясы. Үржар ханшайымы деп ғылыми атақ берді. Ол біздің Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданынан табылды. Жолдың бойынан. Онан кейін табылды, оңтүстік жақтан да табылып жатыр қазір. Түркістан жақтан табылып жатыр. Биылғы жылы мына Елеке сазынан табылды, тағы да Шығыс Қазақстаннан табылды. Берел қорымынан табылды. Өте көп енді, ол туралы айтатын болсақ. Онан кейін қазір өздеріңіз білесіздер, Түркістан қаласын қазір қайта түлету жұмыстар қарқын жүріп жатыр. Тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ол өзінің жарлығымен Түркістан облысы деп бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысын атап, және соған сәйкес қазір қарқынды жерде ол жақта құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, және археологиялық жұмыстарды жандандырып жатыр. Яғни бұрынғы тарихи археологиялық ескерткіштерді қайта қалпына келтіріп,
былайша айтқанда, қазіргі тілмен, қазіргі түсінікпен айтқанда, туризмнің бірден бір орталық айналдыруға, рухани орталық айналдыруға күш салып жатыр қазір Түркістан қаласына. Сонымен қатар Шымкент қаласында мысалы үшін жақсы, өте жақсы деңгейге көтеріп жатыр. Оның бірі мысалы үшін тура қаланың орталығынан бұрынғы көне қаланы қазып археологтар реттестіріп, соның ашық аспан астындағы музей жасап жатыр. Сондықтан мұндай оқиғалар біз күнделікті жаңалықтарды қарап отыруымыз керек, және соған сәйкес содан кейін біз өзіміздің білімімізді жетілдіріп отыруымыз керек. Себебі күнделікті жаңалықтарда біз әлемде және елімізде не болып жатқанын біз біліп отыруымыз керекпіз. Себебі біз осы заман адамдар болғаннан кейін әлемде қазір түрлі жағдайлар болып жатыр. Мысалы үшін мына өздеріңізде қазір мына онлайн оқуға мұқтаж болып отырғандықтарыңыз себебі коронавирус пандемиясы бүкіл әлем жайлаған. Соның кесірінен біз осындай онлайн күйде сіздермен жүздесуге мәжбүр болып отырмыз. Оны түсінесіңдер, Так, Дарина, ты в онлайн или в офлайне? Ол біздің Атырауда ма еді, кім, Дарина? Ақтау ма еді? Так, естеріңе түсіріп көріңдер, тағы да қандай біздің мынау бейнелеу өнер саласында, оның ішінде жаңа айтып жатырмын, кескіндемен айттық, графикада да бар біздің мынау баталды жанрлар, бірнеше, мен білем, осы еліміздегі почта маркаларын қарап отырсаңдар, тіпті айдалғы мына теңгенің өзі, темір теңгенің бетіне бедерлеп әртүрлі жанрдағы туындылар көруге болады. Ол әртүрлі біздің мысалы үшін тұрмыстық жанр болсын, тарихи жанр болсын, әртүрлі жанрдағы композицияларды бейнелеп келе жатыр. Бір жағына почта маркаларда мысалы үшін биылғы жыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, ұлы Абай атамыздың 175 жылдығы. Осының барлығы мысалы үшін почта маркаларында, соның кейін монеталарда белгіленіп келе жатыр. Ол енді әр кез келген заттың, қазақ айтады, таяқтың екі ұшы бар деп. Кез келген заттың мысалы үшін екі түрлі мағынасы болуы мүмкін. Біреу мысалы күнделікті қолданатын зат ретінде, мысалы үшін ақша ретінде алатын болсақ, тиындар, монеталар, екінші жағынан ол уақыт өткеннен кейін ол егер өте жақсы сапалы жасалған, айтар ойы бар, жақсы композиция бедерленген болса, ол кейін өнер туындысы деңгейіне көтерілуі мүмкін. Ондайлар өте көп бізде. Әсіресе бұл монета жинайтындарда не деп айтамыз? Как они называются? Мынау нелер жинайтын адамдар, тиындар жинайтын адамдар, сақтап. Коллекция жинайтын адам ба? Коллекция жинайтын адам ба? Иә. Кім деп атайды олар? Не деп айтады? Монеташылар дейді. Нумизмат деген естулерің бар ма? Жоқ, ағай. Иә, нумизмат дейді, осы мына монета жинайтын коллекционерлер сөйтіп айтады. Бізде ондай адамдар елімізде көп болмаса да бар. Әртүрлі монеталар жинап жатқан, және әр заманның, әр дәуірдің монеталарын олар мейлінше атадан балаға сақтап келе жатқан арнайы осы саламен айналысатын мамандар бар. Тіпті әулеттер бар деп айтсақ болады, династиялар бар. Түсінікті ғой? Сондықтан сендер қазір уақытты аяқтап келе жатыр ма? Қазір сендер менің отаным Қазақстан деген жобаны маған көрсету керексіңдер бүгін ескіздерін. Так, Дарина, слышь, да? Так, сендер маған қазір бастаңыздар.
Сонан кейін маған сағат 12:30-ға дейін жіберіңіздер эскиздарын. Мен соған сәйкес бал қояйын. Келістік па? Иә, Ағай, ау. сұрақ. Ағай, біз оны деген мысалға А4 форматта сызып просто эскизін көрсетеміз да, потом оны мысалға салатын болсақ, плакатқа саламыз ғой, иә? Плакатқа салсақ та болады, А3 форматқа салып. Жоқ, кішірек қылып жаңа неге сызып көрсетсек, А4-ке кіші форматқа. Жақсы, иә. А4-ке саламыз, А4-ке. Бірақ міндетті түрде оны толық аяқтауымыз керек, себебі біз онлайн көрме болады. Онлайн көрме. Бұл сабақты біз солай аяқтайтын боламыз. Яғни выставка болады соңында. Семестрдің соңында. Түсіндіңдер ғой? Сол кезде будем выставляться. Дарина, слышишь, да? По завершению мы должны выставляться по тематике «Моя родина Казахстан». То есть менің отаным Қазақстан. Осы бойынша әрқайсың бір жоба жасап, соны бітіру керексіңдер. Ол үшін алдымен бірінші композициясы не болады, соны маған эскиз жіберіңдер, эскизін көру керекпіз. Келістік қой. Ол эскиздерді сақтап қойсыңдар, онлайн кезінде көрсетесіңдер, яғни поэтапно. Мысалы үшін алғашқы эскиз, одан кейінгі доработка жасалған эскиз дегендей, мынау соңғы нұсқа деп көрсетеміз. Түсіндіңдер ғой, да? Сұрақ бар ма? Есть вопросы? Ау. Интернетті қарауға болмайды, өз идеяң болу керек па, или? Жоқ, қараңдар, интернеттен қараңдар, бірақ көшіріп алуға болмайды. Өздеріңдікі болу керек. Енді бір идеялар анда-мұндан алсаңдар болатын шығар, но бірақ енді жасаған кезде соңғы нәтижесі ол өздерінің жұмыстарың болу керек, та? Өздерінің композицияларың болу керек. Енді бұл өмірде бәрі бір-бірімен біте қайнасып жатыр ғой. Сондықтан бір қараған кезде жаңа белгілі бір композицияға қатты ұқсап кетпеу керек. Но мен айтып отырғаным жаңа ана бір детальдарын алып құрастыруға болады. Бірақ ол жаңа процентный соотношение дейміз ғой. Сол жағынан келген кезде, мысалы үшін, бір 10% қана біреуден, мысалы, бір деталін алып көшірсең болар. Бірақ 90% сен өзіңдікі болу. Түсінікті ғой? Жарайды ағай. Жақсы онда. Я вас жду до обеда. До 12:30 вы мне должны отправить эскизы по проекту «Менің отаным Қазақстан». Жақсы? Жарайды.